Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін біз мектеп туралы, ұлт болашағы туралы әңгіме қозғаймыз. Мектеп тек білім беретін орын емес, мектеп тұлға қалыптастыратын, мінез қалыптастыратын, болашақ қалыптастыратын орта. Бүгінгі подкастымыздың тақырыбы кеше, бүгін, ертең. Білім мен тәрбиенің сабақтастығы. Студиямызда білім саласында ұзақ жыл бойы еңбек еткен, мектеп басқару ісінде мол тәжірибелері бар ардақты қонақтарымыз. Саналы ғұмырын білім мен тәрбие ісіне арнаған, бір ғасырдан астам тарихы бар білім ұясы Мәсімхан Бейсебаев атындағы орта мектепті 24 жыл бойы абыроймен басқарған білім озаты, Ыбырай Алтынсарин төсбелгісінің иегері, Қазақстан журналистер одағының мүшесі, Алматы облысының құрметті азаматы, еңбек ардагері, ел ағасы Қосшығұлов Қалида Сәлімжанұлы. Қош келдіңіз. Және де білім беру саласында көп жылдық еңбегі сіңген, білім озаты төсбелгісімен иеленген, 2000 жылдары Қазақстан Республикасының білім беру стандартын әзірлеуге қатысқан, ұзақ жылдар бойы мектептің директорының бірінші орынбасары қызметін атқарған, Қазақстан Республикасының білім беру ісінің үздігі, ұлағатты ұстаз Тоқбаева Раушан Хасеновна. Қош келдіңіздер. Бүгін осы студияда сіздерді көргенімізге өте қуаныштымын. Алтындай уақыттарыңызды бөліп, осы бүгінгі подкастымызды түсіруге шақыруымызды қабыл алғандарыңызға үлкен рахмет сіздерге. Енді бүгінгі сұхбатымызды бастасақ сіздермен. Құрметті қонақтар, бұрынғы мектептің басты құндылықтары қандай еді? Қазіргі мектеппен бір ерекшеліктері бар ма? Жалпы сіздер жұмыс істеген кезде бір мектептің қандай бір ерекшелігі болды екен? Бірінші бұрынғы тарихқа үңілсек, сосын сіз жұмыс істеген кездеріңізде және болашақты ертеңі туралы айтсақ, сол құндылықтар қандай болды екен басым? Тәрбие жұмысы қандай жүйемен жүргізілді? Бір ата-аналар қандай болды? Қандай жұмыстар жүргізуші едіңіздер? Сол туралы кішкене айтып берсеңіздер. Бүгін шақырып, осы мәселені көтеріп отырғаным. Мектеп дегеннің өзі адам тәрбиесі. Адам деген қазір адам баласы дүние жүзінде дамып, көбейіп, өсіп жатыр. Білімді болып жатыр. Соларды болашағын біз ойлауымыз керек. Олар жақсылап тәрбиелеуіміз керек. Соның орны осы мектеп. Мектепке өте көңіл бөлу керек. Осы Елтай әкімшілігіндегі осы қарасты 3-4 мектеп бар. Солардың жаңағы халқы ауыл, солардың тұрған жерлері әртүрлі ауылдарда шашылып жатқан ауыл болатын. Соларда мектеп жоқ, балаларды оқытатын. Біздің ауылда бірінші рет мектеп ашқан 1919 жылдан 36 жылға дейін Қойгелді Байтманов деген ақсақал болды. Верныйдағы гимназияны бітірген. Ол кісінің еңбегі жастарды жинап, лекпез ашып, сауатсыздандырғымен қарсы күрес. Соларды оқытып адам болды. Онда мектепте Елтайда болды. Елтай ауылында. Ол мектеп осы кейіннен барып, осы 50-ші жылдары барып, біздің Берекеге көшірілді. Көшірілгенге Манас Қиқимов деген директор школ болды. Сол әсіресе көп еңбек етіп, орталыққа көшіріп, молтып, ауылына көшіріп әкелді. Көптеген мұғалімдер істеді. Мысалы біздің мектепте қарағым басқарғанда қазір өзі 23-ші директор болып отырсын. Жолың сәтті болсын, құтты болсын қарағым. Үлкен мәнсәпті ұстап отырсын. Адам тәрбиесі деген ең жоғарғы орын. Қазақстанға саналы да, тәрбиелі де, таза да, өмірге құмар адам баласының тоғырына жан ашитын адамға да басқару керек. Сондықтан айтатыным, тағы да көптеген мұғалімдер болды. Оларды айтпай кетсем болмайды. Біздің мектепте 23-ші болып басқарып отырсын сен. Мен мысалы 80-ші жылдан 2004 жылға дейін істедім. Онда да жұбайым қайтыс болып, өзі арыз беріп, өзім кеттім. Содан кейінгі тағдырын қазір көріп отырмыз. Балаларға жақсы тәрбие беру үшін мектеп директоры
Onun орынбасарлары ата-аналарды жұмылдыра білу керек. Халықты жұмылдыра білу керек. Сонда ғана жақсы сапалы білім болады. Ол үшін жақсы мектеп, таза орын болу керек. Мектептің бар жағдайы жасалған болу керек. Сонда ғана тәрбие жұмысы жақсы жүреді деп ойлаймын. Раушан апай, сіз Қалида атамыз мектеп директоры болғанда оқу ісі меңгерушісі болдыңыз, иә? Қанша жыл сонда еңбек еттіңіз? Мен енді бұл ауылға құтты жер ғой Береке деген. 1984 жылы келдім. Ең баста ұзартылған топ деген болатын сол кезде. Группа продленного дня. Сонда енді орын болмағаннан кейін маманым бойынша. Сонда жұмыс істедім. Онан кейін әлгі бірте өз мамандығыма көштім. Онан кейін Қалида Сәлімжанович енді былай бұл кісі адамдарды бақылап, солардың бір жақсы жерлерін тауып алады. Бір күні шақырып, өзінің орынбасары ретінде бастауыш сыныптарға шақырды. Мен келістім, өйткені тәжірибем болған. Бұрынғы жақта мен Разав районының орынбасары болғам. Сонда мен келгенде осы мектепке. Бірақ мектеп бастауышта бәрі бір жерде оқитын. Сонда қиын жылдар да болды. Ойланатын уақыттар болды. Ең абзалы менің ойымша білім беру ошағы ол тек қана білім берумен шектелмей, бала тәрбиесіне, оның ішкі дүниесіне көп көңіл бөлу керек. Өйткені білім мен тәрбие бірге жүру керек. Ол үшін ата-анамен тығыз байланыс жұмыс істеу керек. Енді жаңа ата-аналар жиналысы анау деп отырсыңдар ғой, әртүрлі форматта өтетін. Біз сонда көш бастап енді группамен өткізетін болдық, топтап. 5-ші класстарды бір күні шақыратын біз. 4-5 класстың ата-аналарын. Онан кейін 6-шы сыныптарды. Оған құрбайған әлгі бұрын форматта былай болады ғой, кейбір шақырады да балалардың үлгерімін айтады да, жақсы жағы мен жаман жағын. Біз кіргеннен балалардың қол өнерлерінен көрме ашатын болдық. Олардың үздік дәптерлерін қоятын болдық. Әрине соны көрген ата-ана және басқа ата-ана салыстырмалы түрде бірталай сабақ алатын. Соның нәтижесінде балаларымыз қалыптасып дұрыс бағыт алды. Ал мектеп, о кезде аралас мектеп, қазір де аралас мектеп. Орыс тілді сыныптар басым болды. Қазақ тілі кластары, тіпті сыныптары дейді, кластары дейді. Тіпті малокомплектный дейді ғой. Бастауыш класс 4 класс болса, 1 мен 3, 2 мен 4 бірігіп оқитын. Бір мұғалімнен. Ондай кезеңнен де өттік біз. Енді қызықты сондай қиыншылықтар болды, бірақ та оған біз сүрінбей өтіп келдіңіздер. Енді міне қазір кешен айтып отырмыз ғой, сіздер сол кездерде басқарудағы бір әдемі саясаттарыңыз туралы естіп едік. Орыс сыныптарда отырған қазақ балаларды жаппай қазақ сыныптарға көшіргенсіздер. Бір 7-ші, 8-ші сыныпқа келген оқушыларды уже орыс сыныпта оқыған оқушыларды қазақ сыныпқа сөйтіп көшірген едіңіздер, иә? Сол туралы бір әңгімелеп берсеңіздер. Ол бір. Мектепте көптеген біздің ауылда ұлттар тұрды. Келіп оқығанда ол уақытта кішкене совет үкіметі болған. Орыстарды орысша сыныптар ашып, енді біздің түрік халқы, шешен халқы, олардың бәрі сол қазаққа араласып кетті де, соған отырды да, қалғаны орыс кластарда. Ондай тіл жағынан шатақ жасатқан жоқпыз. Халықты түсіндіріп, айтып, әке-шешелердің келісімін өткіздік. Онан кейін айта кетейін деген тағы бір мәселем, мынау мектепті жаңағы басқарған 22 директор школ болыпты, бұлардың бәрі де осы бағытты ұстап отырды. Құдай тәубе, қазақ кластар, орыс сыныптар болды, оқыды. Бір халық ана мынау қарсы шығып неткен жоқ. Тілменен
келісім жасап, келісіп, солай оқытатынбыз. Сондықтан тіл мәселесі қазіргі кезде өте қатты дау болып жатыр, оны білеміз. Сондықтан ендігі кезде қазақ тілін күшейтіп, қазақ сыныптары көбірек болған дұрыс қой деймін. Өз мемлекетімізде. Енді уақыт өзгерді, ақпараттар көбейді, технология дамыды дейміз, иә. Бала да өзгерді. Ал мектепші, мектеп өзгерді ме екен? Негізі бұрынғы балалар, бұрынғы сіздер болған жұмыс істеген кезде оқушылар, қазіргі өздеріңіз немерелеріңізбен салыстыра келе айырмашылық бар ма? Біздің қазіргі кезде оқу программасын өзгертіп отыр. Совет үкіметінің уақытында еңбекпенен бірге болатын оқу. Еңбек сабағы болды. Мектептерге жер алып, о жерде істейтін аула, жұмыстар беріп, соларды лагерлер ашып демалатын. Еңбекке салып, солай. Қазіргі кезде осы мәселенің бәрі жойылып кетті. Қазір халық саудаға кетті де, балалар жұмыссыз қалды. Мысалы, производственный бригада деген жасадық қой, сонда балаларды жақсы қарайтынбыз. Мысалы, біз мектепте слесарный дело, соның кейін жаңағы столярный цехтар болды. Сол еңбекке, ұсталыққа үйретіп, техникаға үйретіп, кейіннен кейін мектептерде УПК аштық, учебный комбинат дейді. Сонда ашып мамандыққа. Соның кейін барып онда шофер правасын беруге, тракторист документін беруге. Соның кейін жаңағы слесарь есебінде беретін болды. Соны медицина оқыттық. Міне сондай мамандықпенен летіп делді. Сонда ашқан балалардың бар, мен директор болғаннан кейін УПК-лармен байланыстырдым да, солар арқылы мынау курстар оқитындардың бастықтарымен келісіп, сол балаларды параллельно аналармен оқытып, шоферлік право алуға, езді өткізіп, трактористке де солай қылып, соның балалардың көбі сондай мамандық алып кетті. Даже медсестраға медицинаны оқытып, сол балалар мектепті бітіріп, врачтардың оқуына түсіп кетті. Қазір қызмет істеп жатыр. Мен де есімде, мен сол кезде мектепте оқыған кезде, біз 9 сыныпта УПК-дан мен бірақ вождениені оқығам сол кезде. Ал жаңағы медицинаға бөлініп, вожденияға бөлініп сөйтіп оқитынбыз. Міне ол еңбекке баулу керек. Қазіргі кезде мектепте еңбекке деген көңіл бөлмейді. Бөлмейтіні осыған. Сондықтан ғой балалардың баратын жері жоқ. Бәрі не істерін білмейді деді. Еңбексіз адамға болмайды. Еңбек етуге үйрету керек. Мен енді қосып айтып кетейін, жаңа айтайын дедім де, артық шығар дедім. Жаңа осынша жыл мектепті басқарып, осы мектепті басқарған ақсалардың атын атап кетсем, телевизордан көріп, нетсе, өкпелеп қалама деп отырмын да. Жаңа бірінші мұғалім 1919 жыл 36 қой келді Байтұманов деген ақсақал болды. Осы біздің ауылдың тұрғын шалы, марқұм қызы, анау Ұзынағаш жақта тұрады, балалы шағалы. 36 жыл 40 жылы Ақжолтаев Өмірзақ деген ақсақал болды. Мұқан Әбілов деген ақсақал, Темірбай Дүйсебеков деген ағайымыз болды 40-41 жылдары. 41-42-де Тастеміров деген ағайымыз. 42-43 жылы Аубакиров деген ақсақал. 43-44 жылы Күнижан Бекмағамбет деген ағайымыз. 44-45 жылы Мәди Ахмет деген ақсақал. 45-47 жылы Дәлібай Домбаев деген балалары неде Кәскеленде тұрады, немере жүлерге. 47-49 жылы Тұрғанбай Райымқұлов деген ақсақал. 49-51 жыл Мырзатай Иқанберлин, 51-54 жыл Ғабдуллин Жапархан, 51-62 жыл Хамит Бекмағамбетов Жамбыл ауылында тұрады, бала шағалары Үрімбітағы. 62-63 жылдары Манас Хихимов деген Оразжан Досыптардың туысы, балалары Кәскеленде тұрады. 63-64 жыл Мүлкаман Бегалиев деген ақсақал. 64-72 жылдар Жайнақ Рысмендиев деген
Ұзынағаш жақта, Ұзынағашта тұрады, бала шағалары, балалары. 72-74 жылы Шин Виктор Николаевич деген болды. Сол. Онан кейін 74-77 жыл Тұрсынхан Қабдолданов деген ағамыз. 77-79 жыл Тұрған Назаров. Онан кейін 79-80 жыл Зара Мұқсиында Әбенова деген болды. Қарындасымыз Каскелеңде тұрады. Қартайып кетті. 80 жылы сол кезде анау-мынаулар жіберіп еді, олар істей алмай ташлап қашып кетті. Сонан кейін тағдыр маған келіп тірелді. Қосшығұлов Кайда Сәлімжанұлы болды. 80 жылы 2004 жылға дейін. Менен кейін 2004-9 жылы Раушан Ізтілеуіне Ергешева. 9 жылы 10 жылда Гүлзира Бейсенбай Бердібекова. Қазір 23 жылы 11 жылы Абдықалиева Алима Беркімбаева деген қызымыз міне басқарып отыр. Мектеп деген адам тәрбиелейтін мекеме. Адамды өсіретін, мемлекетті өсіретін, соны дамытатын адамдар дайындайтын. Сондықтан бұған өте көңіл бөлу керек, терең қарау керек. Әр еңбек етіп шаршағарған қарияларымыз, әруақтарымызды да ұмытпай айта кетейін деп айтып отырмын. Жақсы. Сондықтан сондай жағдай. Рахмет аға. Енді 90-шы жылдар Қазақстанның жаңа егемендік алған жылдары, енді бағана айтып кеттім, бізде аралас мектеп болғаннан кейін орыс тілді сыныптар басым болды. Сонан кейін заманға талабына сай қазақ сыныптарын көбейту керек болды. Көбейту керек болғанда біреуді тысқырып, біреуді сыру емес, өз ықтиярымен. Ол үшін мына мектеп басшысы көптеген жұмыс атқардық. Жиналыс өткізіп, балалардың өзімен әңгіме, дүкен құрдық, қазақтың тарихын айтып, әдебиетін айтып деген сияқты ата-аналармен терең жұмыс істедік. Сонан кейін басында мынайда ең бірінші класстан келгенде, ата-аналар бірінші сынып қалып келген өзінде олармен бірінші сөйлесетін болдық. Қай тілде оқытасыз балаңызды деп. Сонда түсіндіретінбіз біздің саясатымызды. Сөйтіп, тіпті 7-8 классқа келген орыс тілінде қалыптасқан балаларымыз қазақ сыныптарына ауысты. Әрине, 1-2 жыл өте қиын болды. Өте қиын болған өйткені оқулықтар жеткіліксіз, мамандар жеткіліксіз, бірақ та оған қарамай жұмыла еңбек етіп, соның арқасында 1-4 жылдан кейін біздің мектебімізде қазақ сыныптары басым болып, әр параллельде 3-4 сынып болатын болды. Ол өте қуанышты жағдай, және де біздің балаларымыз сол намысына тырысып жақсы оқып кетті бәрі, іліп алып кетті. Қазіргі таңда бізде әр параллельде мысалы қазақ сыныптан 5-6 сыныптан келеді, орыс сыныптан 1-2 сыныптан келе жатыр. Енді рахмет. Тағы да тарихқа үңілсек, біздің мектебіміздің бұрынғы атауы Ленин мектебі болды, Одан кейін ол атауды біз Мәсімхан Бейсебаев мектебіне ауысты. Ол кезде мен оқушымын. Сіздер басшы жұмыс атқарып жүрдіңіз. О жайында мен айтайын. Мәсімхан Бейсебаевтың жаңағы тұрған көшесі мектеп тұрған көше. Сол жерде шеткі үйде тұрды Мәсімхан Бейсебаев. Ағалары, апалайлары мына неде станшам алған жаққа, сол жаққа барып сөйтіп жүрді. Ал енді жаңағы Мәсімхан Бейсебаевтың қазіргі мектеп тұрған орын Бақыт Әшімова деген Қазақстанның халық әртісінің үйінің орнында тұр. Атақты адамның орнында. Мәсімхан Бейсебаевтың өзі Талғардағы техникумды бітірген. Соған өзі кейін өсіп, қызмет атқарып, атағы шығып, кемеліне келгенде, солдың атындағы техникум болып кетті. Содан Бейсебаевтың атын тура қойдық. Қазақстанның бар бастықтары келді, үлкен той жасап, қазақ үйі тігіп, қуаныш жасап, ат шаптырып, бәйгі жасап, Мәсімхан Бейсебаевтың атын қойдық. Бейсебаев Мәсімхан арнап өлең шығардық. Хор музыкасын жаздырдық. Сөйткен оны енді орындалып жүрме білмеймін. Сондай жағдай. Мәсімхан Бейсебаевтың еңбегі зор.
Ал Лениннің атыны енді заманға сәйкес Қазақстан өз алдына егемендік алғасын, қазақтардың атын шығарып, солай қарай ауа бастадық. Сондықтан қазақ тілі басты болды. Ал енді мектеп салу жағынан бар ауылдардың мектептері ескі, кішкентай, жай үйлер болатын. Кейін оларды үлкейтіп, балабақша қып, балабақшадан үлкейтіп, детсад қып, начальный школ қып, сөйтіп жүріп, бірте әйтеуір мектептерді салдырдық қой. Қазір үлкен мектеп болды. Қазіргі заман керемет заман. Ауылымыздың өзі қала болды. Далалардың өзі үлкен егістік дала болды. Сондықтан халық өскеннен кейін оқыған мамандығына ұмтылып жатыр. Мына жерде қайласам кішкентай айтпай отыр. Сол атақты беруге көп жұмыс атқарған осы кісі. Ізденіп барып, дәлелдеп, ол кісінің атын беруге лайықты екенін. Енді білесіздер, Ленин көсем болды ғой. Сондықтан кейбіреулер түсінбеушілікпен қарады. Енді Мәсімхан Бейсебаев Совет министрлікті басқарған кісі. Ол кісінің атын бергенде 98 жылы болып, көп дайындық болды. Сонда жаңа айтты ғой аға, көптеген зиялы адамдар келді. Соның ішінде менің есімде қалғаны Байкен Ашимов келді. Есігіміздің мына жаңа мектептің атауына қызыл лентаны қиған бірінші қорғаныс министрі Сағадат Нұрмағанбетов болған. Суреті әлі бар бізде. Суреті бар, иә. Сонда мемориальный тақта ашып, бүкіл Үрімбұтағы семьясы келіп, қазіргі актовый залға, сол кезінде енді қиын заман ғой, соған қарамай мектептің ұжымы жұмыла, бәріміз қатысып, сондай қуанышты мереке болды. 98 жылы 98 жылы. Сендер куәгерсіңдер, бастауыш сыныпта оқып жүрдіңдер, иә? Иә, сол кезде болды. Қазақстанның барлық атақты адамдары, министр Беркімбаева образование болған, бәрімізде осы араласып, бірге жүріп, сөйтіп неткенбіз. Жақсылап өткіздік сонда. Мәсімхан өте риза болып кетті. Себебі Касигиннен кейінгі екінші совет министрі Мәсімхан Бейсебаевты атады. Бүкіл Москвада шаруашылықтың бәрін білетін адамды. Капуста деген сыймай поляға жинап, бұртабайт етіп бәрі шіріп жататын. Көрдің бе? Овощной совхоз болдық та. Міне сондай жағдай. Мен кішкене айтпайтын, өз-өзім мақтаған сияқты болмайын деп отырғаным Раушан Қасенова дұрыс. Дегенмен енді ақиқатты айтқан білген дұрыс қой. Сонан кейін соғысының демі болу керек. Біздің мектептің өркені өсіп, алдыңғы қатардан көрінетін болдық, содан бастап. Гимназия мен лицейлермен қатар жүрдік. Егер мен келгенде қайласам 36 мектептің 33-ші орында тұратынбыз. Ал 2000 жылдары біздің мектеп бірінші ондықтың ішінде, онан кейін лицейлерден кейін 5-6 орынды бермейтін біз. Мені бүкіл директорлердің ішінде облыстың бастықтары Дедушка Ленин дейтін. Дедушка Ленин деп. Сондықтан сондай атақты орындарға жеттік. Себебі Мәсімхан Бейсебаевты школда Мұхиддин Исқақовичқа туысқан болатын ол кісі. Школда 3 айланып жүрдік Бейсебаевпен. Бірге түскен суретінде бар. Енді қарағым, інішек, енді мектепте ағаш отырмыз. Көгерт айландыра деді. Мен соны әлі көгертіп келе жатырмын. Көгезікті жақтан топыл әкеп синий. Ана лампышканы байлап қойыпсын, 2-3 қапты. Мына елкалардың бәрін тігіп, оларды өсіртіп, сөйтіп, бүкіл ағаштарды қайтадан алып, қайтадан тіктіріп, мектепті көгелдірдім. Қазір Құдай атауы мектептерін күшті, жақсы, қуатты, жарығы да бар, тәртібі бар. Осы бағыттан айнымау керек. Соның кейін мектепте ұлттар достығын, әр ұлттың тілін соған сөйлесу керек. Міне сонда ғана біз жақсы боламыз. Өз-өзімізді мақтай берсек те болмайды. Қазір енді ата-аналарды байқаймын, көп телефоннан көріп жатырмыз ғой. Жамандардың, хабарлардың бәрі шығып жатыр. Ата-аналардың өзі де кейбір сыныққа сылтау іздеп, ұлттық араздыққа дейін нәрселер шығарады. Ол болмайды. Ондайға бармау керек.
Және де бар ғой, Әлима, мына Қалел Сәлімшің мына сендердің алдыңда саябақ сияқты тұр ғой. Соны мен айтамын. Парк имени Қалиде Сәлімжан деп. Иә. Өйткені бар ғой, ана жер, мына мектеп қоршалмаған болатын. Сабақ үстінде тракторлар дыр етіп өтетін. Содан кейін бұл кісі қоршатқызып, ана жерге Сәрсенбек Әліш еңбек пәнінен сабақ береді. Еңбек пәнінде балалар шұңқыр қазып, мынандай көшеттерді әкеп, соны отырған міне қандай бақ болып тұр. Иә, бақ болып тұр. Ана суреттеріңізде бар ғой, әр ненің мектептің алдында сасна мен ана жақта туялар өсіп тұр ғой, ту янында отырғанда жаңағы әр мұғалім қасына отырған суреттеріңіз бар сіздердің. Алдында ғана бір қараған болатынбыз. Енді керемет жаңағыдай мектептің атауының тарихы туралы айтып жатырсыздар. Бізді қарайтын біздің оқушыларымыз, ұстаздарымыз, жаңағы енді олар бергі заманның балалары ғой, 2000-нан бер жаққа оқып жатқан. Қай жылы қашан ауысы деп біз айтып жүреміз. Мәсенхан Бейсебаевтың туған күнін атап іс-шаралар өткіземіз, бірақ сонда да осылай сіздердің аузынан естіген ол бір басқа бөлек болады да, жаңағыдай. Рахмет сонымен бөлісіп отқандарыңызға. Бір ғасырдан астам тарихы бар мектепте мінекей қаншама жыл жұмыс атқарып келдіңіздер. Сол жұмыс уақыты кезінде қандай бір қызықты сәттер болды, оқушылармен ба, ұстаздармен ба, сол жайында да бір әңгіме айтсаңыздар. Бізде енді қызық жағдайлар, мектептің әр табысына біз мақтан қылатынбыз. Соны армандайтынбыз. Ауданға барып жарыс өткізсек, күреске қатысса біздің балалар жеңіп шығады. Жарысқа барса біздің балалар. Содан кейін еңбек еткеннің өзінде де солай лагерь тұруда деп 400 балаға лагерь тұруда салдырттым, директор совхозға, сайкында қысып жүріп. Сондықтан соларға тамағын беріп, бар менің бұрынғы директорлер, школдар, мұғалім болып істегендердің бәрі сол балалармен бірге жүріп, балаларды тәрбиелеп, бағыттап жүретін. Балаларды еңбекке баулып, адал еңбекке баулу, соның тәртіпке шақыру үшін, жақсы оқу үшін, соның үшін осылардың еңбекке үйренген бала еш уақытта қор болмайды. Адамды адам қылып асырайтында еңбек, өсіретінде еңбек. Сондықтан сондай жағдай. Ал енді өте қызықты жағдайлар көп өмірде. Бәрін айтып бере уақыт көп кетеді. Сіздің есіңізде бар ма екен ондай бір кез? Енді оқушылар туралы бар, мұғалімдер туралы да бар. Мұғалімдердің қарым-қатынасы сол кезде керемет болатын. Мына әзіл қой, әзілді көтере алатындар болады. Қазір шамданады ғой, иә? Сонда әзіліміз жарасып тұратын. Былай мен келе жатқанда, ой, комиссия келе жатыр десем, бәрі жүгіре бастыр. Содан кейін бәрі терезеден, енді қашан ешкім де келмейді. Сендер кішкентай жинақы болсын дегенім ғой. Пранк жасадыңыз ба қазіргі тілмен айтқанда? Оның бір есте қалған әр күнге шейін практикаға шығамыз ғой жазда. 86 жыл, онда сендер енді тудыңдар, дүниеге келдіңдер. Сонда Чернобыльдің жарысы болды ғой, атом электростанциясының. Содан кейін балаларменен сол лагерде жүрміз. Ол кейін бір күн айтты, түскен дейін ғана жұмыс істейміз, түстен кейін демалу күні, 4 сағат. Содан кейін бір айтты, линейка өткізді. Балалар, бүгін біз түстен кейін жұмысқа барамыз. Сол жұмысқа барғанда, сонда тапқан ақшамызды ана Чернобыль жарысына зардап көрген адамдарға жібереміз деп қой. Автобусқа тиеп балаларды апардық енді. Чәпкілеп ананы шөптеу керек қой. Содан кейін Жармұхамбеттің бір баласы автобустың шықтық ненің шетіне. Содан кейін әлгі бала айтты ғой, апай, Чернобыль отында жарылып кетті. Енді ана жерде қанша бала келді, мұғалім бәріміз көліп жатыр. Енді білмегенді қой, 6-шы класстағы оқитын бала Чернобыль отында ба жарылды. Сондай жағдайлар көп. Және балалар наңғыш қой, сондай нанып кетті. Ай, қадыр ана әкеңді шақырдым, келеді десең, шақырмай қойшы, күлдер алақандай болады. Ондай қызық жағдайлар көп. Асқой мен завуч болып істегенде балалармен сабақтан қашып кеткісі келеді, әйтеді, бүйтеді. Онан кейін ойладым, ой, как раз Фатима Дөненбековна келді. Мен айттым, Фатима, мен маларға үлгермеймін. Маған гүролы сабақта отырғаны керек.
Сен гөрі мына баспалдақтың мына жағында тұр. Мен мына жағынан барамын. Топлиді шештім, қолыма ұстадым. Гүр дауыс естіледі. Содан мені көрді де қашты. Орған жаққа қашқанда Фатиманы мына қалдырдым да өзім ана жаққа топлиге жүгіріп бардым. Қарама қарсы келдім. Содан кейін бір күні былай тағы да келе жатсам балалар айтады: ой, тек бекер әуре болып жүрміз. Ол кісі бәрібір біздің қашып кеткенімізді біліп қойды. Одан да тыныш отырайық сабақта деп. Ондай жағдайлар болған. Соны түсініп неткендеріне рахмет. Әрине. Әрине. Ал енді рахмет. Енді білім сапасы мен тәрбие сапасын қатар алып жүру қиын болды ма, Раушан апай? Тәрбие жұмысы ол сол білімге ықтимал ететін басты құрал. Өйткені балаларды ынталандыру білу керек. Мен өзім сынып сағатына анда-мында қатысқанда айтатын: балалар, сендерге бүгін білім алып жатқандарың, ол сендердің болашақтарың. Сен ертең мен де асырамайсың, басқа біреуді де асырамайсың, өзің наныңды адал тауып жейтін дәрежеде болуың керек. Ондай дәрежеге жету үшін саған білім керек. Оны кейін мына біз профессиональный ориентация дейді ғой, болашақ мамандыққа бағыт беретін әдейі сабақтар бар болатын ол кезде. Сол сабақтарда біз көп жұмыс жүргізетінбіз. Мына жоғары оқу орындарымен тығыз байланысып, олардың ректорына шейін, декандарына шейін келіп, балаларға бәр мән-жайын айтып беретін. Және де мына 2000 жылдарына 6-7 жылға дейін мен кеткенше көбінесе бәрі юрист пен экономист болатын таңдайды. Оны кейін ол кезде уже 1-2 жылдан кейін олар көп болды да тек қана төлемақыда болды. Оны кейін сонда мен әлгі март, апрель, наурыз, сәуір айлары үгіт насихат сонда жүргізетінмін. Айтатын: балалар, міне әрине білем. Сен ойлайтын ба, сен міне юрист болдың, экономистті бітірдің. Сол саған сразу экономисттің, главный экономисттің орны дайын тұра ма? Ол үшін сен қанша маңдай тер төгесің. Ол үшін сен оны дәлелдеуің керек. Сол сияқты юристті. Оны мен қалжыңға араластырамын: ой, одан аулақ болыңдар, бірақ та көру. Біреуің ұрлап, біреуің соттап жүрмеңдер. Енді экономика юрист қой сонда. Содан кейін бізге көрі нан өсіретін. Кім нанды жейді? Сүтті кім әкеледі? Кішкене күні төбеден жерге де кішкентай қоныңдар. Ол да керек. Ертең мына мектепте көрдіңдер міне, біз уже қартайып жатырмыз. Бізге кім бастады? Сендердің балаларыңды, сендер күледі. Немене күлесің көріп, 1-2 жылдан кейін мектеп бітірген, ең ұзағанда 25-те үйренесіңдер. Сендердің балаларыңды кім оқытады? Мұғалім деген ол керемет жұмыс деп. Дұрыс айтқан екенсіз. Мынандай жағдай. Әр мектеп болғаннан кейін, әр апта сайын линейка өткізетінбіз. Сол сап түзеуде мектептің оқу сапасы, қанша отличник, қанша хорошист, қай оқушылар үлгермей жатыр, қай класс сондай болып жатыр, соның барын отчет есеп беріп отыратынбыз. Осылардың бәрі балалардың білім алуына ертеге линейкада айтады. Кешігетін балаларды шығарып қойып мыналарды. Сондай жағдайынан. Содан кейін жаңағы тақтаға тізімдерін іліп қойып, үлгермеген двоечниктер дейді ғой. 2 алатын балаларды дедіп. Сөйтіп қытығына тиіп, намысына тиіп, кішкене балаларды содан намыстанып оқытыратын. Сондай күрес жолдары, қосымша сабақ өткізу, содан кейін түрлі жарыстар. Мысалы, үлкен оқушылар бар ғой, білімді, жақсы оқушыларды мақтан қылатынбыз. Алтын белгі алған оқушыларды айтатынбыз. Содан кейін жаңағы кілең 5-пен 4-пе оқитын оқушыларды айтып, сондай жағына көбірек таразылап, білім беру сапасында, білімнің сапасына қай класс сабақта жақсы отырады, тәртіпті, сондайларында есепке алып отыратынбыз. Міне осының бәрі атқа қамшы саған сияқты есеп бәріне қарау керек. Айтпасаң, үндемесең кете береді. Енді болашаққа көз жүгіртсек,
қазір сіздердің тізгіндеріңізде көптеген мектептерге жас директорлар тағайындалды. Осындай жас басшыларға қандай кеңес берер едіңіздер? Сол жас басшылардың бірі менмін. Өте бүгін бір ерекше толқып та отырмын, қуанып та отырмын. Өйткені кім ойлаған осылай мен оқыған кездегі мектеп директоры, мен оқыған кездегі оқу ісі меңгерушісі сіздерден қорқатын шыны керек. Енді осылай сіздермен бірге сұхбаттасып отыратынбыз деп. Осы мен сияқты жас басшыларға қандай кеңес бередіңіздер? Жас басшыларға не айтайын? Жас бастықтарға үлкен еңбегі сіңген, адал жұмыс істеген, ісімен сөзіп, бір-біріне тура келетін, айтқан сөзін орындаған сондай адамдардікі болса, құрсылу сөйлеп кетудің де өзі мәні болмайды, дәмі болмайды. Оның қорытындысына қарау керек. Сондықтан осы істеген бастықтардың жұмысын петсебетте біздің мұғалімдардың кеңесінде айтып, осындай деп астын сызып тұрып айтып түсіндіру керек. Бұл аптада, бұл айда 90-да біз бұлай істедік. Мынандай жетістігіміз бар, біз мынандайымыз бар деп айтып қорытындылап отырса, сонда ғана. Енді басқасы мұғалім болу, сен елге өнеге көрсететін едің. Сен түргеліп отырғаныңның өз өнеге. Сөзіңді өнеге, ісіңді өнеге. Сондықтан мұғалімдар егер өзі аузында темекі қылжақ бас болып әрі-бері жүрсе, ол ұстаз боламайды. Ондаймен күресу керек. Сіздерге айтатыным сол. Көп мұғалімдар қазір жеңіл желпі тереңін ойламайтындар. Екі ауыз сөзді дұрыс сөйлей алмайтындар бар. Сөзінде жүйесін білу керек. Мағынасын білу керек. Сонда ғана ол айтқан бір сөз бар өлтіретін, бір сөз бар күлдіретін, бір сөз бар ойландыратын. Міне сол бағыттарда жұмыс істеу керек. Аман болайық, ден сау болсын, заман тыныш болсын, бәле-желеден сақтасын, еңбектерді жасын, қарағым. Ал енді саған бұлай түріңе қарап, бәрі бар сияқты сенде. Мұнаны шақырып, бізді тыңдап отырғанның өзі, олы білетін адам істейді оны, білмейтін адамы. Көп сөйлеп, көп күлетін адам, жаман істерменен, жаман істейтін адамдармен бірге жүретін адам, ондайдан аулақ болу керек, жақсы. Байқап күліп, байқап сөйлеп, бәрін қорытындылап, таразылап отыратын болайық. Сендерге осындай ұйымдастырып, шақырғандарыңа рахмет. Рұқсат етсеңіз, сұрайын, жаңа сұрады ғой, біздің енді жетістіктерімізді. Өзіміздің заманымызды мақтағаным емес, бізде алтын белгі енді жаңа пайда болғанда, біріншілер қатарында біздің мектеп болған. О кезде талап зор болатын. Республикада жеңімпаз болу керек. Пәндік. Сонда біз кеткенде, мен кеткенде 10-шы жылы 17 алтын белгі. Шыққаннан бастап 99-да 17 алтын белгі алып шықты балалар. Сол сияқты алтын үздік, одан бұрын алтын медальмен бітіргендер көп. Солар туралы да кішкентай әрқайсының қайда жүргенін сұхбат алып нету керек. Енеген мен енді 90-шы жылдар, 2000-шы жылдар дейміз, айырмашылық өте көп. Қалт-құлт етіп қалыптасқан мектеп 2000-шы жылдары аяғына тұрды. Көптеген табыстар болды, көптеген ізденістер болды. Мұғалімдеріміз әртүрлі сайыстарға қатысып, жеңімпаз атанды. Республикаға дейін шықтана Татьяна Николаевна физика пәнінің үздік мұғалімі болып атанды кезінде. Сол сияқты жетістіктер бар, және балаларымыздікі де бар. Және де кітап жоқтығына қарамай, көп ізденіс үстінде болды. Әлі де біздің мұғалімдер ізденіс үстінде. Мен ылғи мұғалімдерге сабағына барғаннан кейін, жаңа тарихшы дейсіз ғой, ондай тарихшы да болған, 61-ші жылы Роза Рымбаева өлең айтты деп, мен орындықтан құлап қала жаздағанмын. 4 жастағы қыз сахнаға шығып өлең айтты дегенде. Енді міне сонда айтайын дегенім, мұғалімді сабақ талқылағанда айтатым, қарағым, бәрі де дұрыс, бәрі де неге сәйкес сияқты еді.
бірақ та көрі ауытқу болады. Сен көрі тек қана кітаппен шектелесің. А қосымша қайда? Сен балалардан, мына кітаптан бір саты жоғары тұруың керек. Өйткені сенің атың мұғалім. Білмейтін сөзді ұялатын ештеңке жоқ. Мен өзім айтатым, балалар, мына менің сөздің мәнін білмей тұрмын. Бірақ та келесі сабаққа тауып, іздеп сендерге айтып берем. Мұғалім өзінің ұстамын жоғары ұстау керек. Және білім тәжірибесін беру керек. Балаларға болашақ азамат ретінде қарау керек. Сол керек қазіргі ұстаздарға. Енді қайда сайын жайт айтып отыр ғой, кейде қарның ашиды, кейбір адамдардың сөйлегені. Сөз таптауда мұғалімдердің тілі жүйрік болу керек. Менің ойымша, қазір мектебіміз дұрыс деңгейде келе жатыр. Жастарды тәрбиелеу керек, үйрету керек. Оларды алып соғып ұрысу емес, тәжірибемен бөлісіп, нұсқаулықтар беріп, дұрыс жолға жіберу. Өз ойым менің солай. Сіздерге көп рахмет. Сіздерге рахмет. Бүгін бір керемет сұхбат болды деп ойлаймын. Өте әсерлі. Сіздерге шынымен 1 сағатта, 2 сағатта аз, бір күн подкаст түсірсек те аз емес. Әлі де келесіде бір сұхбаттарға шақырамыз деген ойдамыз. Шынымен жаңа айтып отырсыз ғой, ауылдың азаматтарын да атып кетіп отырсыздар. Әлі ойымызда бар, тағы да қонақтарымызды. Жаңа шынымен айтып отырсыз, осында 2 қыз деп бұл шығармашылық топтың еңбегі. Мен онда айта кетейін. Енді бүгінгі біздің подкастымызда бір ерекше тарихи сәт. Құрметті Қалида Сәлімжанұлы, сіздің ұлыңыз әке, сіз бізге ғана емес, бүтін бір мектепке әке болдыңыз деп, сіздің өнегелі өмір, ғибратты ғұмырыңыз жайлы кітап шығарыпты. Бұл кітап тек әкесінің өмірі емес, бұл ұстаздықтың, адалдықтың парасатты шежіресі. Құрметті көрермендер, біз осы кітаптың алғашқы данасын Қалида Сәлімжанұлына өз қолыңызға табыстағымыз келеді ата. Құтты болсын. Керемет. Көп жаса. Енді Алла қаласа таралымы болып, көрермендер бәріміз кітапты оқимыз. Яна осы өлеңнің ішінде кілең біресі бала тәрбиелеу. Адамға деген ақыл, жол нұсқау. Сендерге рахмет айналайындар. Көп жасаңдар. Енді аман болыңдар. Кеше қорытындылай келсек, жаңағы сөздерімізді, кеше тәжірибе, бүгін жауапкершілік. Бүгінгі осы жаңағы біздің подкаст студияға келіп, шақыруымызды қабыл алып келгендерге үлкен рахмет. Біз келген қонақтарымызға әрдайым бір сыйлық береміз. Енді сіздерге кішкене сыйлық табыстауға едіңіз. Ата, әлде мінекей қаламыңыз ұштала берсін, жаңағыдай өлең жазыңыздар, осы өлеңдерді мына блокнотқа түсіріп отырсаңыздар. Раушан апай, сіздің де өлең жазатыныңызды біз білеміз. Сіз де осындай мынандай блокнотқа жазып отырыңыздар. Ой, рахмет. Рахмет сіздерге келгендеріңізге. Ал енді мынау мектеп директоры Әлима, мына қыздарымызға, өзіміздің шәкірт оқушылар отырған, рахмет сендерге. Бас изеп, жақсы сөзімізге қуанып, отағы жақсы сөзімізге күліп, қарсы алғандарыңа бәрін байқап отырмыз. Мен мұғалім болғасын сабақта бар баланың қозғалысын байқап отыратым. Кімнен қалай екен. Аман сау болайық. Бұл ниеттеріңе рахмет. Саған да рахмет, қарағым. Көп нәрсені жасап жатсың. Осылай бағыттай беріңдер, аман болыңдар. Ал мына қызым суретке түсіріп жатыр. Түсірдің бе? Дұрыс бағытта келе жатсыңдар, осыдан таймаңдар. Мектептің туын жоғары көтеріп келесіңдер, дамытып, қайтадан біздің мектеп туралы сөйлейтін болды.